Так, бір барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен мен қазақша трейдер каналы, біз қайта оралдық. Көптен бері видео шықпай кетті каналға, өзі көп уақыттан бері сауда торговля жасағанда жоқпын, оның үстіне бинарный опциондарда қазір енді видео жазайын деп шештім. Мына жерде мен қазір Binance биржасымен, яғни крипто биржамен жұмыс жасап жатырмын. Бұл жерде криптовалюталар өздеріңіз білетін биткоин, эфириум, лайткоин сияқты бір криптовалюталар, одан да төмен басқаша бір криптовалюталарды алсаңыздар да болады. Бұл биржада қазір ең популярный биржалардың бірі болып отыр, осы Binance биржасы. Ссылкасын астына тастап кетемін. Binance биржасында қазір хайп болып жатқан барлығы биткоиндар, барлығы осы жерден сатып алсаңыздар болады. Мен қазір өзімнің кішігірім кеше ашқан сделкамды көрсетейін дедім. Қай жерден сделка аштым, енді қай жерден жабайын деп жатқанымды. Вот крипто биржа осылай, Binance биржасы осылай ашылады. Өте оңай. Міне мына жерден сатып алатын кезде көп криптовалютаны басып, мына жерде банковский счеттармен любой картаңызбен толтыра аласыз. И потом вот аккаунтқа кірем. Бұл жерде қазір $305 болып тұр, яғни көбісі мына HLD дейтін мен кеше бір криптовалютаны сатып алдым, технический анализге сүйене отырып. Бұл криптовалютаны қатты анализ жасаған жоқпын, негізі бір ютубердің обзорынан көріп қалдым. Негізі кеше мына жерден 166-тан сатып алған болатынмын, қазір уже 178-ге барды. Примерно қанша процент жасадым, соны тексерейік. Қазір мына жерлерден алдым, примерно қазір уже 7-8% жасады. Мен негізі қазір жоспарлап отқан 10%мен шығып кетем, яғни $28-30 мен прибыльмен шығып кетем деп отырмын. Одан әрмен күтсек, негізі бұл мына жерлерге дейін келешекте бір $251-240 дейін барады. Келешекте емес, осы бір жақын арада барып қалады осы жаға дейін. Сосын енді жалпы осы жерден сатып алдым, міне Binance'дан сатып алдым биржадан. Қазір $305, кеше $281 еді, сол сатып алған кезде уже прибыль түсті деген сөз, яғни енді мен қазір ана жерге жеткен кезде уже шығуды жоспарлап отырмын. Осы 10%-ке барған кезде, яғни оның примерно $183-184 барғанда шығып кетем. Қазір $179 болды. Кейін келешекте осы енді қазір полный осы криптовалютамен жұмыс жасағым келіп отыр. Мынау менің доккоинға жасаған анализім. Бұл жерден де кішкене жақсы ақша таптып, $50 мен вообще төменнен сатылған мен 0-ден 0.49 кезінде ма, и потом бұның өзіне де бір $50 $500 дейін көтерілді, яғни қазір кішігірім мына жерлерде тұр, кішігірім анализ жасап қойғам. Келешекте бұл да $1, $2 тұру мүмкін. Ол таңғалудың қажеті жоқ, себебі доккоин бізге талай рет дәлелдеді, талай рет көрсетті. Қаншама выстрелдар болды, мына жақта вообще бірінші выстрел болған кезінде сатып алған мен. Міне осы жерлерден выстрел болды, міне қанша процент жоғарыға көтерілді. Мына жерден примерно мына жерге дейін 1082%, 1040% көтерілген. И потом мен ойлана келе мына жерлерден 0.49, мына жерлерден сатып алғам. И потом қараңыздар, қанша өсіп келеді, и тағы выстрел болады. Ол вообще қанша процент жасады? 0 примерно 0.49 іздік. 800-900% жасады. Келешекте тағы осындай выстрелдар болады деп күтемін. $1 жақындап қалды. Ең максимумы қазір бұның 0.44-45 сондай цент. Жалпы осылай. Каналға тағы подписаться етіп, активный лайк басып отырыңыздар. Мен енді постоянно видео шығарып отыруға тырысамын. Күнделікті сделкаларымда ертең мынаны қазір білмеймін қашан жабылатынын. Жапқан кезімде түсіремін, сделкамды жаптым деп, и потом новый анализ жасап, келешекте тағы бір криптовалютаны сатып алған кезде қалай сатып алу керек екенін
қай жерден қалай технический анализбен сызып солай көрсетіп сатып алғанымды көрсетемін. Ал енді видеоны аяқтай салайын. Жалпы осылай кішкене обзор түсірейін деп шештім. Мына жерден қазір қарап отырып, пока что менде бір $20 прибыльда тұр. 10%-ке жеткенде уже зеркадан шығып кетемін. Жарайды, сау болыңыздар.